Сәлеметсіңдер ме балалар? Мына сөздерге қарап отырып, Махамбет, Нарынқұм, соңғы сөз, батыр, зауал. Осы 5 сөзге қазір дәптерімізді ашып, сөйлем құраймыз. Тапсырманы орындау уақыты 2 минут. Балалар, тапсырманы орындап болсаңдар, бүгінгі сабақтың тақырыбы не деп ойлайсыңдар? Әрине дұрыс айтасыңдар. Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауал поэмасы, Махамбеттің соңғы сөзі. Сабақтың мақсаты: Нарынқұм зауалы поэмасындағы Махамбеттің соңғы сөзі эпизодын талдай отырып, оны батырдың бейнесімен салыстырады және эстетикалық құндылығын анықтайды. Жұптық және жеке жұмыс арқылы сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамытады. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бір кесе шай тапсырмасы, жеке оқу және талдау. Енді поэманың Махамбеттің соңғы сөзі деп аталатын бөліміне тоқталамыз. Кітапты ашып оқимыз. Оқыған соң мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: бұл эпизод қандай оқиғаны сипаттайды? Екінші сұрақ: Махамбеттің мінез құлқында нені байқадыңыз? Дескриптор: оқушы эпизодтың мазмұнын дұрыс түсініп, сұрақтарға нақты жауап береді. Орындау: балл саны 2 балл. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, өз-өзімізді тексерейік. Бұл эпизод қандай оқиғаны сипаттайды? Бұл эпизодта Махамбеттің өмірінің соңғы сәттері, оның жауларының қолынан қаза табар алдындағы жағдайы сипатталады. Ақынның қиын тағдыры, ел үшін күрескен ердің соңғы сөзі бейнеленеді. Екінші сұрақ: Махамбеттің мінез құлқында нені байқадыңыз? Махамбеттің бойынан батылдық, қайсарлық, намысшылдық және рухының мықтылығы байқалады. Ол өлім алдында қорықпай, өз ұстанымынан таймайды. Елін сүйген ер тұлғасы ретінде көрінеді. Екінші тапсырма: жұптық жұмыс. Шындық немесе жалған. Оқушыларға шындық немесе жалған парағы таратылады. Арнайы сөздерді сәйкестендіріп қойып шығу керек. Дескриптор: оқушы кестені толтыра отырып, шындық не жалған айырмашылығын табады. Бұл тапсырманы орындау барысында балалар, біз